Assalamu алейкум. Хайырлы күн, құрметті достар, бауырлар. Менің каналым тұрақты көрермендері, және қонақтар. Не қазір кешкі жемін беріп, кешкісін жайғастырайын деп жатырық малды. Мына жерді қазір жақсылап сыпырып қойдым міне. Енді осы жерге жемін салам. Мен мына шөбін негізі көп салып жүрмін. Мына шөптің қалдығы көп. Соны енді вообще аз салатын болам енді. Алдына ана бетонға, қазір сондай бетонға беріп жүрмін мен нелерін, бидайларын. Алдым мына бір канистрлермен беретін едім. Бұқаларда қандай өзгеріс бар. Мына уже бірден тауыспайды алдына салған жемін. Мен есептедім, бір күрішкім 730-750 грамм болады екен. Мынау қазір 5,5 күрішкіден жеп жатыр мына екеу. Мыналар 4-еу, 4,5, 5-еуден жеп жатыр міне мынау. 750 граммды күрішкіден 5,5, 5-еу, 3,5-нан жеп жатыр. Сонан соң 3 мезгіл шөп берем, кітті мына бір жабамен берем. Соның өзінде шөп көп салып жатыр екенмін. Енді вообще аз салам, үнемдеп. Үнемдеп емес, бәрібір құрашын қалдығы қалады. Сосын жемін уже тауыспай жеп жатыр. Асқазан толып қалып жатыр ма? Бүгін балам жәрдемде. Кешқұрын астын жақсылап алып, жем шөбін салып жатырмыз. Міне сиырлар. Бұлар уже шығып атқан жоқ. Дала қар. Сол үшін үйде суын, шөбін, жемін үйде беріп жатырмыз. Суды бір мезгіл береміз, шөпті 3 мезгіл, жемді 1 мезгіл. Жарайды, мен бұқаларға келейікші. Бүгін уже неше күн болды? 24 күні байланған қыркүйектің. Почти 2 ай болып жатыр. 56 күн болды уже байланғандарына. 56 күнде осындай нәтиже міне. Бойы кетіп баратыр неге? Бойлары өсіп жатыр бұқалардың. Бірақ етке кетіп атқан жоқ, бойға кетіп жатыр. Бірақ аппетиттері де әсте тоқтады. Сол беріп жатқаным арпа, бидай, сосын саплор. Үшеуін жарып беріп жатырмыз. Аппетиттері уже тоқтады. Әсте тұрып жеп жатыр енді. Сиырлардың уже қазір 7-еуін ғана сауамыз, қалғандары уже тоқтады. Мыналар кім екен мынандай жағдайлар. Мына жағын астын 2 мезгіл алып жатырмыз. Жалпы қатты жаңалық жоқ. Сол күндегі бір тіршілік. Сиырлар байланып тұр. Бұзаулар. Шөп мына жерге кіргізіп қойғанбыз. Шөпті осы жерден тасып беріп жатырмыз сиырларға. Бұзаулар кешқұрын осы жерге келіп тұрады. Шөптерін салып қойдым міне бұзаулардың. Мына шетке дейін. Осыны түңгілік жеп тұрады бұзаулар. Бұзаулардың тұрған жері осы. Бірақ салқындау, мына қорада емес салқын. Мынандай қора салқын болады екен.
Қазір уже 17-18 градус болып жатыр. Уже салқын. Күн ұзағына таңғы сағат 9:30-нан шығардық, осы далада жүр. 3 мезгіл шөбін беріп жатырмыз. Жаңа 4-те шөбін салып қойдым. Міне уже жеп болып қалды. Шөптерін жеп тұр. Қазір кешқұрым кіріп, анаяқта және шөптерін жейді. Пока бір мезгіл жем. Мына жерге суын ішіп жатыр. Бір мезгіл. Жалпы осы міне, мына көңін біздер осылай шығарып жатырмыз. Өйстіп әкеліп, осы жерге міне тауғып, анау сияқты қып, үйіп бите береміз. Мына жаққа қарай, мына жаққа қарай. Осыны ертең өзіміздің трактормен алып тастаймыз. Жалпы осы, достар. Осылай қысқа ғана жалпы көрсетіп жатырмын. Мыналар нанды жібітіп қойдық. Бұларды сиырларға кішкентай арпа қосып, бидай қосып беремін. Азанда кішкентайдан. Мынау сауылатындарға 2 күрішке, сауылмайтындарға 1 күрішкеден берсек жетеді. Қазір мына жерде арпа бидайды жарып дайындап қойдым, мінекей. Қазір мына кешқұрым күтін салам. Мынау таңға Алла қаласа. Мына жақ бәрін дайындап қойдым. Осы, достар. Ойыстып күнделікті жыбыр-жыбыр тіршілік жасап жатырмыз. Күндер шуылдап кетіп жатыр. Айтарлықтай жаңалық жоқ. Күнделікті тіршілік. Қош сау, аман болыңыздар. Пікір қалдырыңыздар. Барлықтарыңызға, отбасыларыңызға Алла амандық берсін.